Сәлем достар! Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Қазақстан Республикасының үздік педагог 2021 атағының иегері Бөлкенбаева Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат сіздердің назарларыңызға бұрын соңды интернет желісінде кездеспеген топқа бөлудің 7 оңтайлы тәсілін көрсету. Бірінші авторлық әдісім әліпби әдісі. Оқушылар ортаға шығады, есімдері бойынша әліпби реттілігімен шеңбер жасап тұрады. Мәселен, әліпбиде бірінші дыбыс А, одан кейін Ә, Б ғой. Соған сәйкес бірінші Айбын, одан кейін Әйгерім, одан кейін Батыр, Дамир тұрады деген сияқты. Сыныпта егерде 15 оқушы болса, бір топта 5 оқушыдан болу керек. Сонда бірінші бестік бірінші топ, екінші бестік екінші топ, үшінші бестік үшінші топ болады. Жасырын стикер әдісі қалай жүзеге асады? Орындықтың төменгі жағына, яғни оқушы үшін көрінбейтін жерге стикерлерді жабыстырып қоюға болады. Стикерлерді таңдауыңыз сіздің тақырыбыңызға байланысты. Мәселен, сыныпты 4 топқа бөлу керек. Онда сіз 4 түрлі стикерді таңдап жабыстырып қоясыз. Алдын ала жабыстырып жасырасыз. Уақыты келген кезде орындықтың қандай да бір жеріне стикерлер жабыстырылған тауып алыңыздар дейсіз. Қай оқушы қай топқа түсетінін сол стикердің таңдауына байланысты анықтайды. Назарларыңызға мағыналас, мазмұндас әдісін ұсынғым келеді. Оқушылар қима қағаздарды таңдайды. Әрине, онда таңдап жатқан кезде не жазылғанын білмейді. Мәселен, отан, телефон, қуырдақ, ет, май, теле 2, актив, ауыл, табиғат, жер ана, тұз, ел деген сияқты сөздер жасырынған қима қағаздар болды делік. Содан кейін мұғалім сұрақ қояды. Сіздер таңдаған сөздердің ішінде мағынасы, мазмұны жағынан бір-бірімен үндес сөздер бар. Солай топтасыңдар дейді. Әрине, отан, ауыл, ел, жер ана бір топ болады. Тұз, қуырдақ, ет, май бір топ болса, актив, теле 2, телефон, SMS деген қима қағаздарды таңдаған оқушылар үшінші топ болып топтасады. Ұлттық құндылықты дәріптеуге арналған тағы да бір әдістің түрі ортақ түйін әдісі. Яғни оқушылар тағы да қима қағаздарды таңдайды. Бірі мақал мәтелдерді таңдаса, енді бірі ырым тыйымдарды таңдауы мүмкін. Соған сәйкес екі топқа топтасады. Шашу әдісін пайдалану арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыра аласыз. Кәмпитті, тиынды, құртты араластырып, шашу ретінде шашасыз. Қай оқушы қай нәрсені таңдайды, соған байланысты топтасып бірігеді. Сөз буыннан тұрады әдісін ұсынғым келеді. Тағы да солай оқушылар қима қағаздарды таңдайды. Бірақ сіз бір нәрсені ескеруіңіз қажет. Мәселен, мен мысал ретінде сіздер үшін сынып 15 оқушыдан тұрды деп алдым. Соған сәйкес бірінші топта 5, екінші топта және үшінші топта 5 оқушыдан болу керек екені шарт. Ендеше бірінші топ қанағаттану деген сөзді шығаратын болса, дәл сол сөзде 5 буын бар. Келесі сөз жауапкершілік болса, ол сөзде де 5 буын бар. Үшінші сөздерде дәл солай. Яғни таңдап алған сөздеріңіз тақырыпқа сай болу керек, және буын санына байланысты оқушы саны тең келгені дұрыс. Сонда оқушылар қима қағаздар таңдағанда бір қима қағазда қа, екіншісінде на, үшіншісінде ғат, төртіншісінде та, бесіншісінде ну, жетіншісінде жа, сегізіншісінде уап деген сияқты араластырылған күйде қима қағаздар орналастырылады да соны таңдайды. Содан кейін сол таңдаған буындарынан сөз құраулары керек болады. Құраған сөздеріне сәйкес топтасады. Келесі ұсынатын авторлық әдісім бөлгіш, бөлінгіш, бөлінді деп аталады. Оқушылар қима қағаздарды таңдайды, онда әртүрлі цифрлар жасырынған болады. Бірақ неге бұл топтар 5, 3, 2 деп бөлінді? Себебі 5, 10, 15, 20, 25 деген сандарды таңдағандар 5-ке бөлінетін сан болғандықтан 5 тобы, 81, 9, 21, 3, 90 деген сандар 3-ке бөлінетін болғандықтан 3-тік тобы, және 44, 66, 84, 32, 24 жұп сандар болғандықтан олар 2-лік тобы болып есептеледі. Бұл әдісті жаратылыстану бағытындағы мамандар немесе филологтар болсын,
сан есім тақырыбын өткенде пайдаланса өте тиімді болмақ. Сіздердің назарларыңызға қандай да бір ақпарат ұсынбас бұрын мен де интернет тұтынушысы ретінде, YouTube қолданушысы ретінде ізденемін. Алайда сіздерге ұсынып отырған дүнием тың, авторлық ізденісім. Сондықтан барынша тиімділігін асырып пайдаланады деп ойлаймын. Сабақ ұнаса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бөлісіп отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болмақ. Сау болыңыздар.